Құрметті тыңдармандар, арнама қош келдіңіздер. 80-ші бөлімі Гүлдер сыры. Зейнеп Елкемге Кадирді асырап алу жөнінде жүргендіктен оған бұндай жағдай болмайды деп түсіндірді. Ал Берак болса қонақ үйде болған түсірілімде Марапаттың суретін көріп мұңайып қалды. Осы кезде Беракқа Севим хабарласып: «Севим ханым, сіздің маған тағы да не айта алмай қалған сөздеріңіз бар», деді. «Аузыңды жап, мен сенің сөзін тыңдағым да келмейді», деді. «Кадирді бұл үйден трамба алып жүр. Сол себепті қызыңды алда, бізден аулақ бол», деді. «Сіз маған жаныңыз ашып тұрма? Әлде көмектескіңіз кеп тұрма? Қызыңды алда құрт», деді. Ал таңертең Зейнеп отбасымен қонақ үйде таңғы ас ішті. Ал қыздар болса үйдің өзгеруін күтті. Пелин Кадирді көргенде Жанның отбасынан танысудан бас тартты. Келесі жолы танысармын деп қашып кетті. Осы кезде Сетеп Пелиннің артынан еріп барды. «Пелин, сен неге Жанның отбасынан танысудан қаштың? Бірдеңеден қорқасың ба?» деді. «Иә, қорқам. Өйткені менің балалар үйінен шыққан жетім қызбын. Анасы қабылдамай қояма деп қатты қорқам», деді. Таңертең Берак анасына «Түнде нешеде келдің?» деді. «Білмеймін», деді. «Әлі де азарт ойнап жүрсің ба?» деді. «Бірақ сенің ақшаң жоқ қой», деді. Бірақ анасы Беракпен сөйлеспекші болды. Берак кешке сөйлесетінін айтып кетіп қалды. Ал Азра болса Жиһанға таңғы ас алып келді. Таңғы аста бауыры болатын. Бірақ бауырды көрген Жиһан жегісі келмейтінін айтты. Азра баяғы Жиһанның ешкімді кіргізбейтін бөлмесіне кіріп, одағы ол жерде көрген ақшаларды көріп, «Бұл ақшалар қайдан келген ақшалар?» деп барлық сөмкелерді ақтарып көре бастады. Сөмкелердің іші толған ақша. Азра болса бірдеңеден күдіктенгендей көңіл күйі түсті. Зейнепке анасы хабарласып: «Қызым, ағаңды үйлендіреміз», деді. Сол себепті сөз байласу жөнінде Серхат мырзаның демалыс күніне туралайық, деді. «Апа, Серхаттың не қатысы бар?» деді. «Серхатта сенің отбасың, оның да отбасы ғой», деді. «Апа, Серхатсыз-ақ өткізе берейік», деді. Сол кезде анасы ренжіп қалып телефонды сөндірді. Сол кезде Серхат Зейнепке барып: «Не жайлы сөйлестің?» деді. «Апам құдалық жайлы айтып жатты», деді. «Мен барам ғой», деді Серхат. Осы кезде қыздар анасының Кадир жөнінде соттасып жүргенін көріп: «Біз бұл пәлекеттен қашан құтылар екенбіз?» деп екеуі жыларман болды. Зейнеп қыздарға: «Сендер ештеңеден ұялмаңдар», деді. Әріп болса әйеліне Ревикаға: «Серхат мырза, біздің құдалықта не шатағы бар? Сол себепті сен Зейнепке ренжіме», деді. «Апа, жолдарың болсын дегенше одан да Құдай сақтасын деп айтыңдар», деді. Осы кезде Берак пен Жиһанның арасында болған жағдайды ата-анасына айтып қоюға сәл қалды Эбру. Бірақ Кадирді алып қою жөнінде айтқанда әңгімені басқа жаққа бұра салды Эбру. Сөйтті де әкесі екеуі жұмыстарына кете барды. Ал Азра болса ақшаны әкеліп Жиһанға көрсетті. Жиһан ол ақшаларды орнына қойып қоюын айтты. «Мен бұл ақшаны баламның болашағына жұмсайым», деді. «Бұл ақшаны сен қайдан алғансың?» деді. «Мен оны өз адал еңбегіммен тапқам», деді. «Мүмкін емес. Егер сен адал еңбекпен тапқан болсаң, бұны банкке сақтар едің ғой», деді. «Мен бұны банкке апарып сақтаймын», деді Азра. Сол кезде есік қоңырау басылып Нежат келді. Ал Азра оны Жиһанның ұйықтап жатқанын айтып, үйге кіргізбейтінін айтты. Бірақ Азра деп айқайлаған Жиһанның даусын естіген Нежат оянған сияқты деді. Бірақ Азра Нежатты үйге кіргізбей есікті жауып қойды. Серхат пен Зейнеп, яғни балалар барлық үйге келгенде
үйдің іші өте әдемі болып өзгергенін көріп қыздар қуана және де жиһаздарға таласа бастады. Әкесі қыздарға ұнады ма дегенде, иә ұнады деді. Енді міне нағыз үй болды деп Зейнепке риза болды. Ал Кадер болса телефондағы суреттегі Пелинді көріп танығандай болды. Ана әпке деп жатқанда Бірақ үйге полиция қызметкерлерін ертіп, яғни әлеуметтік қызмет ұйымын ертіп, Кадердің осы үйде қысым көріп жатқанын айтты. Қызын алып кетуге келгенін айтты. Ал Зейнеп болса, бұл үйде ешқандай да Кадер қысым көріп жатқан жоқ. Бала болған соң арасында ондай болып тұрады деді. Оны Серхат та мойындады. Ал Зейнеп Кадерді бермейтінін, өлшемде бермейтінін айтты. Зейнеп Бераққа аулақ жүр деді. Ал өз қыздары алыстан Бераққа жоламай алыстан қарап тұрды. Осы кезде Серхат Кадерді беру керегінің айтты. Ал Зейнеп болса Кадерді алып шығып берем деп үйге кіргенде Кадер тығылып қалған екен. Ботам, мен саған уәде бердім бе? Демек мен сені ол Бераққа бермейтінін айтты. Және де екеуі сөйлесіп отырып, жүк көлігіне отырып кетіп қалды. Ал Түләй мен Эркан саудалары жүрмей ұрса бастады. Осы кезде жандарына Ревика келіп, біздің жоғар жағымызға жаңадан көршілер көшіп келген, солармен сөйлестің бе деді Түләйға. Нұрай ханым ба деді. Иә деді. Иә, кеше екеуміз біраз әңгіме дүкен құрғанбыз деді. Осы кезде Ревика қатты ашуланып, Азра мен Мұстафаның арасында болған жағдайды шатағың болмасын. Енді осындай әңгімелерін естімейтін болайын деп, оның шашын жұлып кете барды. Ал Түләй болса, ай, басым деп қалды. Эркан болса, жаным не болды деді. Жолама маған деді. Мен сендерге көрсетем деп Түләй қалды. Ал Берақ болса Кадерді күтіп отырды. Сол кезде қыздары келіп, апа, сенің бұл істегендер не? Біз мектепте жүре алмай қалдық қой деді. Ол үшін қыздарынан кешірім сұрады. Әлеуметтік қызметкермен Берақ Кадердің шыққанын күтті. Бірақ Серхат Зейнептің Кадерді алып шықпағанын көріп, бөлмесіне кіріп, телефон соққанда Зейнептің телефон үйде еді. Яғни оған аудиозапис қалдырып кетіпті. Серхат, мен сені шын сүйем. Мен таңдау жасаған жоқпын. Бірақ мен Кадерге берген уәдемде тұруым керек деді. Ал Зейнеп болса жүк көлігімен Кадерді алып қашып барадыр. Ал Нежат болса Пелинге хабарласып, бүгін мен Жиһанға барсам, жеңгем үйіне кіргізбей қойды. Қоңырау соқсам телефонды алмайды деді. Енді Нежат мырза, телефонды алмаса мен не істей алам деді. Білмеймін, Пелин, сен бұндайларды қатыратын едің. Бірдеңе қыл. Мүмкін бір көмек керек шығар. Алда деді. Осы кезде Жан Пелинге бірдеңе болды ма деп сұрақ қойды. Иә, бір құжаттарды реттеуім керек деп кетіп қалды. Азра Жиһанның телефонын алып, сен Нежат екеуің араларында не бар деді. Енді менің бауырларым менен бас тартқан соң, сомен байланысқа түстім деді. Сен мені алдама, сен оны да ақмақ қылып жүрген боларсың. Серхатқа тағы да сатқындық жасап жүрсің бе деді. Ал сол кезде Жиһан айқайлап берді. Зейнеп Кадерді алып басы ауған жаққа кетті. Сол кезде Кадер тоқтатып, сен Серхат мырзамен қоштастың ба деді. Иә, қоштастым деді. Зейнеп әпке, үйге қайтайық. Мен апаммен бірге тұра берем. Сен қиналсаң деді. Жоқ ботам, мен қиналмайым деді. Серхат Эбруға хабарласып, Зейнеппен байланысқа түсе алмағанын айтты. Және де оның қандай достары барын, қандай құрбысы барын сұрады. Сол кезде Эбру Серхатты сұрақтың астына ала бастады. Әпкеме не болды деді. Берақ Кадерді алуға келгенде Зейнеп Кадерді алып қашып кетті. Енді мен Зейнепті іздеудемін.
сенен хабар күтем деді. Осы кезде анасы біреудің баласын соншама қатты жақсы көруге бола ма деді. Осы кезде Берак шу шығарып, Зейнеп қайда? Менің қызым Кадирді алып қашып кеткенді көрсетем. Полиция қызметкерлері Зейнептің артына түсті деді. Осы кезде анасы мен әкесі не болып жатыр? Мүмкін емес. Мен қызымды қай кезде болса да қолдаймын деп Беракты үйден қуып шықты. Хаял әкесіне қолдау білдіріп, Зейнеп әпке қайта келеді деді. Ал Берак болса, біз айтқандай Кадирді алып Зейнеп қашып кетті деді. Апа, сен маған таңертең бірдеңе айтамын деп едің ғой деді. Ақша берші, болмаса картаңды бер деді. Картамды саған бере алмайым. Барлық ақшаларды құртып тастарсың. Мен қолма-қол ақша берейін деп ақша бергенде анасы оны астынды. Осы кезде Азыра келіп, «Я, Азыра, не болды, айта бер» деді. Шихан осы уақытқа дейін маған қорлық көрсетіп келді. Бірақ сен соның барлығын да білдің. Саған қатты ұқсатқысы келді. Бірақ маған 50 ота жасаса да, мен саған ешқашан да ұқсамаймын. Берак, өйткені сен өте жаман адамсың. Саған ұқсағым да келмейді деді. Сөйтті де айтарын айтып, Азыра да артына қарамай кете барды. Сол кезде Берактың үйіне шығып келе жатқанда Гамзе мен Мұстафаны көрді. Сөйтті де Мұстафа мен Азыра үйге бір-біріне қарап үнсіз тұрып қалды. Гамзе, бұны танисың ба деді. Жоқ, танымайын, бір танысыма ұқсады деді. Фильмнің жалғасы бар, арнама тіркеліп кетеміз.